Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін француз меренговый рулетін дайындайтын боламыз. Рулетіміз өте қарапайым, жылдам дайындалады. Бізбен бірге дайындап көріңіздер. Алдымен ыдысымыздың іші таза, құрғақ болуы қажет. Осылай жұмыртқамызды жарып, ақ уызы мен сары уызын ажыратып алатын боламыз. Мен 4 жұмыртқа жарып осылай ақ уызы мен сары уызын ажыратып алдым. Осылай миксердің көмегімен жақсылап көпіртіп 3 минуттай араластырамыз. Қантымызды сеуіп араластыратын боламыз. Кукурузный крахмалымыздан 2 қасық сеуіп, миксердің көмегімен пена болғанша көпіртетін боламыз. Ыдысымызға құйып, осылай тегістеп, 150 градуста 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Осылай рулетіміз дайын болды. Енді рулеттің салмасын дайындаймыз. Сливкиімізді құйып, үстіне творожный сырымызды, қант ұнтағын сеуіп, миксердің көмегімен жақсылап крем дайындаймыз. Осылай рулетімізді жайып, үстіне кремімізді жағып, құлпынайымызды бөлшектерге бөліп, осылай сеуіп шығамыз. Ортасына сеуіп, қағазының көмегімен дөңгелектеп орап шығатын боламыз. Осылай рулетіміз дөңгеленіп шықты. Үстіне мен қалған кремді құйып әсемдедім. Әркім өз қалауымен әсемдесе болады. Құлпынаймен осылай үстіне қойып әсемдедім. Бұл рулетіміз өте дәмді, тез дайындалады. Бізбен бірге жасап көріңіздер. YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.